Сәлеметсіңдер ме достар? Мен Нұртаева Жансая Қайыржанқызы, нөмірі 1 өнер мектебінің ұстазы. Сендерді Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына балаларға арналған шығармашылық жұмысты орындауға шақырамын. Сіздермен бірге көлемді аппликация техникасында көңілді досым шығармашылығын орындаймыз. Оған қандай заттар қажет болады? Қатты қағаз, жұмсақ түрі түсті қағаздар, көлемді құралдар және қарандаш, қайшы, желімдер. Алдарына әдемі моншақтар дайындап қоюларына болады. Ол бізге жұмысымызды әдемілеп безендіруге өте әдемі көмектеседі. Алдымен біз қыз баланы бейнелейік. Өздеріне таңдап түрлі түсті маталарды алуға болады, немесе жұмсақ мынадай әртүрлі қағаздарды қолдануға болады. Көмекші құралымды алып, ортасына бастырып орналастырамын. Әрі қарай қарандашты алып, сызамыз, қайшымен қиыламыз. Мінекей, дайын болды. Бұл бізде көйлек болады. Орналастырып қоямыз. Әзірше желімдеуге болмайды. Енді біз қыз баланың басын бейнелейміз. Көмекші құралды аламыз. Сары түсті қағаз аласыңдар, немесе басқа түсті бояуды қолдануға болады. Бір шетіне орналастырып алып, қарандашпен сызамыз. Балалар, ыңғайлы болу үшін бірден қолы мен аяқтарын да орналастырып алайық. Мінекей аяғының көмекші құралы. Мінекей, енді екінші аяғын орындар кезде оны аударасыңдар, көмекші құралды аударып, қасына қойып, оны да сызып аласыңдар. Әрі қарай қолдарын жасаймыз. Әрі қарай қиямыз. Қияр кезде тағы да бір тәсілін үйретейін. Әрқайсысын жеке-жеке сызып отырмау үшін лайнан қиып аласыңдар. Артық қағазды шетке алып қояйық. Енді қиюды жалғастырамыз. Басы дайын болды. Енді аяқтарын. Тағы да бір тәсілі бар, балалар, қараңдар. Мына аяқты екіге бүктеуге болады. Бүктейміз. Стап тұрамыз да, әрі қарай қиясыңдар. Қараңдар, балалар. Екі аяғы дайын болды. Бір қиғаннан екеуі бірден дайын болды. Енді қолында солай істеуге болады. Бүктейміз. Немесе жеке-жеке қоюға да болады. Немесе бүктеп бірден қиып алуға да болады. Ыңғайлы болады. Артығын алып тастаймыз. Мінекей қолдары да дайын болды. Енді көйлегіне желім жағамыз. Мінекей. Ары қарай ақырындап шетінен алып, мына тұсқа орналастырамыз. Дәл ортасына емес, шетіне қарай. Ендігі тұста біз басын жабыстырамыз. Ақырындап аламыз. Басын орналастырып аласыңдар. Әрі қарай аяқтарын жасаймыз. Аяқтарында дәл солай балалар. Қағазды қоямыз. Желімді жағамыз. Енді орналастырасыңдар. Енді екінші аяғын. Әрі қарай дәл солай қолдарында орналастырасыңдар. Орналастырамыз. Өздерінің қиялдарына байланысты былай да қоюға болады. Кәнекей, бұл жерде біз былайына көтеріп қояйық. Қол шатыр ұстап тұратын болады. Ары қарай енді біз шаштарын жасаймыз. Шаштарын жасау үшін бізге көмекші құрал керек. Мына көмекші құралды мына жерге шетіне қоямыз, балалар. Жұмыс істегенде әрқашанда шетінен бастандыр, ортасына қоюға болмайды. Әрі қарай балалар, мына тұста шеттеріне бұлай қарандашпен сызып жібересіңдер.
міне шашының түсі бізде дайын болды. Оны мына түсқа былай орналастырасыңдар. Мінекей. Шашын жабыстырдық, әрі қарай кекілін алдында тұрады. Оны да сол қызыл түспен жасаймыз. Мысалы сендерде артық қағаз қалды ғой, соны бетіне қойып, қағаз үнемдейміз. Кейін сызып аласыңдар. Енді көзін, мұрнын, аузын жасауға болады. Оны қарындашпен немесе қаламмен сызуға да болады балалар. Ақ немесе көгілдір түсті қағаз аласыңдар да, оны екіге бүктейсіңдер. Екіге бүктейміз. Қарындашпен ортасына сопақша сызып аласыңдар. Ал ішіндегі қарашығын оны қарындашпен немесе фломастермен түрлі түсті қаламдар болады, мысалы жасыл түсті, қоңыр түсті, солармен сызуға да болады. Қаламмен қарашығын орындайық. Осылай сызасыңдар. Жақсы. Енді аузын жасап жіберейік. Аузына күліп тұрсын. Оны мынандай доға пішінде сызып аласыңдар. Мына тұсын, мына жерін қиып аламыз. Әрі қарай қолындағы қол шатырын орындауға болады. Қол шатырдың таяғын көмеші құралмен сызамыз да, ал өзінің қалай орналастырылуын, көлемін, оны мен сендерге көрсетіп жіберемін. Қол шатырға біз көгілдір түсін алайық. Қойып сызып аламыз. Ала тұрамыз. Көмеші құралдарды алдын ала жасап алуға болады. Немесе өз қиялдарымен оны сызып алуға да болады. Әртүрлі пішіндермен. Таяғы дайын. Енді әрі қарай мен сендерге мынау көлемді қол шатырды көрсетемін. Ол үшін сендер бірнеше түсті қағаздарды алуға болады. Қызыл қояйық. Мынандай түспен қойып қоямыз. Көгілдір. 4 түс. Осы 4 түстен біз шетінен шаршы қиып аласыңдар. Оны сызудың қажеті жоқ, бірден қайшымен қиып алуға болады. Ол шаршыны алып біз бүктейміз. Қарындашпен осы тұсқа доға сызамыз. Доғаны әрі қарай қайшымен қиясыңдар. Барлық қағазды түстермен қысып ұстап тұрыңдар. Енді ашамыз. Әр қайсын бүктейсіңдер былайынан. Міне қараңдар балалар. Енді біз бүктелген тұстарын төмен қаратып қоясыңдар былайынан. Яғни бүктелген тұстарын төмен қаратасыңдар. Сонда ол мынандай көлемді болып көрінетін болады. Қараңдар. Міне өте әдемі шықты қол шатыр. Енді желімді алып, оның әр қайсысын бір жақ шеттеріне ғана желімді жағып біріктіреміз. Ортаңғы тұстарына желім жағуға болмайды. Міне, енді көгілдір мен қызылды біріктіреміз. Сол үшін көгілдірге жағамыз желімді, сосын қызылға. Шатыр дайын болды. Шатыр мына тұсқа орналастырасыңдар. Ол үшін мына артқы жағына желімді жақсылап жағасыңдар. Бұлай, мінекей, дайын болды. Жабыстырамыз. Жағамыз бір-бірлеріне бұлайынан. Кітапқа да ұқсайды, қолдар көріңдерші. Парақтарын ашасыңдар, кітаптың сол сияқты. Шатырымызда дайын болды. Балалар, қараңдар, мінекей біздің жұмысымыз дайын болды. Енді әрі қарай өз қалауларына мына жерге көңілді бір достарыңды салуға болады. Мына тұста күшік болса, сендер мысық, немесе тағы да басқа сүйкімді жануарларында бейнелеуге болады. Құсты да салуға болады. Әрі қарай жұмыстарында көңілді орындап жалғастырыңдар.
Құрметті балалар, осымен шеберлік сағатымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.